Бәріне сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен балды печенье дайындаймыз. Қазақ тілді арнаның дамуына үлестеріңізді қосып, каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып алыңыз және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Құрамы қарапайым, өте дәмді және жұмсақ болып шығады. Бізге қажетті заттар ең алдымен ұнға сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне 1 шай қасық разрыхителді салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте балдың үстіне қантты салып, оның үстіне 2 жұмыртқаны салып жақсылап араластырамыз. Дайын болған сұйық массамызды жаңағы ұнның үстіне құйып, лопатканың көмегімен араластырамыз. Дәл видеодағыдай қоймалжың масса пайда болады. Бетін жауып, холодильникке жарты сағатқа қоямыз. Енді жарты сағат өткеннен соң пешімізді қыздырып, қамыр жабысқақ келгендіктен қолымызды сулап, дөңгелек шеңбер пішінді береміз. Видеода көрсетілгендей бір ас қасық көлемінде алып дайындаймыз. Барлығын дайындап болғаннан кейін 220 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Дәл осындай қып-қызыл әдемі печеньелер дайын болады. Өте жұмсақ, дәмі де керемет, тез дайындалады. Видео сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Каналға тіркеліп, өз пікірлеріңізді комментарийға қалдырыңыздар және де өз достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мені жоғалтып алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Менің салып отқан рецептерімнің бәрін сонда көре аласыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға алғысым шексіз. Сау болыңыздар.